келесіңдер ме? Сабақты бастамас бұрын алдыңғы тақырыпты қайталап кетейік. Қайталау сұрақтары. Бірінші, әлдегектерден карбонил тобындағы қос байланыс бойынша сутекті қосып алғанда түзілетін өнімді атаймыз. Екінші, кетондардан карбонил тобындағы қос байланыс бойынша сутекті қосып алғанда түзілетін өнімді атаймыз. Үшінші, карбонил тобындағы тотығу қалай жүреді? Қойылған сұрақтар бойынша жауаптарымызды қарастырамыз. Өз жауаптарымды тексеріп алыңдар. Бірінші, қайталау сұрағының жауабы: әлдегектерден карбонил тобындағы қос байланыс бойынша сутекті қосып алғанда біріншілік спирттер түзіледі. Екінші, кетондардан карбонил тобындағы қос байланыс бойынша сутекті қосып алғанда екіншілік спирттер түзіледі. Үшінші сұрақтың жауабы: карбонил тобындағы тотығу оттек атомы көміртек мен сутек байланыс арқылы жүреді. Химия курсына сенің білетінің карбонилді қосылыстардың құрылысы, карбонилді қосылыстардың классификациясы, карбонилді қосылыстардың қасиеттері. Сонымен сабақтың тақырыбы карбон қышқылдарының құрылысы мен номенклатурасы. Осы тақырып негізінде сен карбон қышқылдарының жіктелуін және атауын, карбон қышқылдарының алыну жолдарын болжай аласың. Құрамында бір немесе бірнеше карбоксил тобы бар органикалық қосылыстарды карбон қышқылдары деп атайды. Құрамындағы карбоксил тобының санына байланысты бір негізді монокарбон, екі негізді дикарбон, көп негізді поликарбон болып бөлінеді. Қаныққан бір негізді карбон қышқылдарын жүйелік номенклатура бойынша атау үшін қаныққан көмірсутектердің атына қышқыл деген сөзді қосады. Мысалы, метан қышқылы, этан қышқылы. Сонымен қатар экранда көрсетілгендей тиарин қышқылы, янтар қышқылы және лимон қышқылы. Төменде назарларыңызға карбон қышқылдарының формулалары мен атаулары берілген. Атаулар халықаралық және тривиальды болып келеді. Мысалы, метан қышқылы, құмырсқа қышқылы. Гексан қышқылы, капрон қышқылы. Тағы да мысал келтіре кетейік. Мысалы, гексадекан қышқылы, пальмитин қышқылы, октадекан қышқылы, тиарин қышқылы. Спирттерді тотықтыру, алдегидтерді тотықтыру және көмірсутектерді тотықтыру арқылы карбон қышқылдарын алуға болады. Карбон қышқылдары бір негізді, екі негізді, көп негізді қышқылдар. Карбон қышқылдарының атаулары тақырыптары бойынша бейне жазбаны мазмұнымен танысып, білімімізді кеңейтеміз. Бейне жазбаны
көре отырып, қажетті ақпараттарды жұмыс дәптерімізге жазып аламыз. Карбоксил тобы екі функционалдық топтан тұрады. Карбонил және гидроксил топтары. Негізінде карбоксил атауы осы екі топтың атауынан шыққан. Карбоксил тобындағы карбонилді көміртек атомымен байланысқан барлық атомдар бір жазықтықта өзара жуықтап 120 градус бұрышпен орналасады. Көміртек, оттек және сутек атомдар үшін электр терістілік мәні әртүрлі болғандықтан, карбоксил тобы күшті полюсті болады. Ондағы көміртек пен сутек атомдарында ішінара оң, ал оттектің екі атомында да ішінара теріс зарядтар пайда болады. Карбонилді көміртек атомындағы жоғарғы ішінара оң зарядталған заряд оны нуклеофилдік шабуылға сезімтал етеді. Екінші жағынан алғанда оң зарядталған сутек атомы басқа молекулалардың электр теріс атомдарымен сутектік байланыс түзуіне қатыса алады. Сонымен қатар ол оңай ыдырап, сутегі ионын түзеді. Сондықтан карбоксил тобы бар қосылыстар қышқылдық қасиетке ие. Тармақталған және радикалдары бар қышқылдардың атауы карбоксил тобы бар ең ұзын тізбектегі көміртек атомдарының санына байланысты аталады. Нөмірлеу карбоксил тобы тұрған көміртек атомынан басталады. Сосын, негізгі қышқыл атауының алдына орын басушы радикалдардың орны мен атауы көрсетіледі. Олар әліппе ретімен жазылады. Мысалы, бұл қосылыстағы ең ұзын тізбекте 5 көміртек атомы бар. Осылайша, негізгі қышқылдың атауы пентан қышқылы. Карбоксил тобының көміртек атомы бір санымен нөмірленетіндіктен, этил радикал екінші көміртек атомына жалғанған. Қосылыстың атауы 2 этилпентан қышқылы. Сәйкесінше келесі формулалар 3 хлорпропан қышқылы мен 3 метилбутен 2 қышқылына сәйкес келеді. Карбоксил тобы циклмен байланысқан қышқылдардың атаулары басқаша түзіледі. Біріншіден, циклдік көмірсутектің атауы анықталады және әрі қарай оған карбон қышқылы тіркесі қосылады. Нөмірлеу карбоксил тобымен байланысқан көміртек атомынан басталады. Оған сәйкес келесі қышқылдардың атауы: циклогексан карбон қышқылы және 2 метилциклопентен 3 карбон қышқылы болады. Бензол карбон қышқылы үшін бензой қышқылы деген жалпы атау жиірек қолданылады. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Төменде берілген қосылыстарды карбоксил тобына байланысты жіктейміз. Лимон қышқылын, стеарин қышқылын және янтарь қышқылын. Тапсырмаларды орындап, өзімізді дескрипторлар арқылы тексереміз. Яғни лимон қышқылы поликарбонды көп негізді болып келеді. Стеарин қышқылы монокарбонды бір негізді, ал янтарь қышқылы дикарбонды 2 негізді болып келеді. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Төмендегі кестені толтырып, жүйелік номенклатура бойынша қышқылдардың атауын жазамыз, химиялық формуласын жазамыз және тривиалды номенклатура бойынша атауларын кестеге жазып толтырамыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жауаптарымызды берілген дескрипторлар арқылы тексеріп, өз-өзімізді бағалаймыз. Зерделенген материалды бекіту үшін үй тапсырмаларын орындап келеміз. Оқулықтағы 9-шы параграфты оқимыз және 38-ші беттегі 2-ші және 3-ші тапсырмаларды орындаймыз.
Тақырып бойынша түсініктерді кеңейту үшін қосымша ресурстарды қолдануға болады. Сау болыңыздар.